Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өз YouTube каналымда қайтарымсыз 1.380.000 теңге бойынша бизнес жоспарды қалай дұрыс жазуға болатындығын көрсететін боламын. Оған дейін мен сіздерге өз каналымда қайтарымсыз грант 1.380.000 теңге Қазақстан бойынша және аудандар бойынша, аймақтар бойынша қанша гранттан бөлінгендігін көрсеткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоны қарап шықсаңыздар болады. Және мен сіздерге қайтарымсыз грант алуға өтініштерді қалай беруге болатындығын өз YouTube каналымда көрсеткен болатынмын. Міне осы жерде осы бірінші видеоны қарасаңыздар болады. Бүгін мен сіздерге қайтарымсыз 1.380.000 теңге алуға бизнес планды қалай дұрыс жазуға болатындығын көрсететін боламын. Ең алдымен бизнес жоспардың жоспарын, яғни шаблонын қай жерден аламыз, үлгісін. Міндетті түрде осы жерде еңбек бизнес сайтына кіргеннен кейін сіз өз профиліңізге кіресіз, яғни логин парольмен немесе электрон цифрлы қолтаңбамен. Егер қалай кіру керек екендігін білмесеңіз, алдыңғы видеоларда мен көрсеткенмін, міндетті түрде кіріп қарап көрсеңіздер болады. Енді осы жерде грант дегеннің төменгі жағында бизнес жоспар дегеннің үстінен басасыз. Осы жерде бизнес жоспардың үлгісі деген бар. Осының үстінен басып, міндетті түрде жаңағыдай шаблонын жүктеп алсаңыздар болады. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Шаблонды жүктеп алдым. Міне осы жерде өзіңіздің бизнес жоспарыңызды осы үлгіге сай жазсаңыздар болады. 11 түрлі ақпарат көрсету қажет болады. Және мен сіздерге қазір осыны қалай дұрыс әрі нақты толтыруға болатынын көрсетемін. Ұл балдарға және қыз балдарға арнайы мен жасап қойған бизнес планым бар. Ол міне осы бизнес жоспар. Ең жоғарғы жағында бизнес жоспардың сіз автордың аты жөнін көрсетесіз. Және мынау жерде, осы жерде сіздер өзіңіздің бизнесіңізді қай жерде ашасыз, сол туралы толық әрі нақты ақпарат келтіруіңіз қажет. Яғни облыс орталығы, аудан және өзіңіздің қалаңызды немесе ауыл аймақты көрсетуіңіз қажет. Сондай-ақ бизнес жоспар керемет сұлулық салоны деп тұр. Яғни осы жерде қыздар керемет сұлулық салоны өзінің аты жөнін жазып, мына жерге сұлулық салоны деп қойса болады. Ал егер ұл балдар жасайтын болса, өзінің аты жөнін жазып, жаңағыдай шаштараз деген сияқты үлкен жазуға болады. Яғни барбершоп деген сияқты сондай бір ерекше ат жазуға болады. Яғни төменгі жағында жобаның бастамашысы туралы автордың аты жөні көрсетіледі. Және өзіңіздің қалаңыз немесе ауылыңыз, орталығыңыз туралы ақпарат көрсетіп, жылын көрсетуіңіз қажет болады. Одан кейін бізде жобаның бастамашысы, яғни осы жобаны кім жүзеге асырады деген сияқты сұраққа, мәліметтерге толық әрі нақты жауап беретін боламыз. Мен қазір кішкене жақындатайын. Міне жобаның бастамашысы, өзіңіздің құқықтық мәртебеңізді көрсетесіз. Егер жұмыс ипіңіз болатын болса, жеке кәсіпкер, егер ипіңіз болмайтын болса, жеке тұлға деген сияқты жазуыңыз қажет болады. Одан кейін заңды мекен жайыңыз, кәдімгі тұрғылықты өзіңіздің мекен жайыңыз заңда қай жерде тіркелгенсіз, яғни нақты мекен жайыңыз қай жерден сіз бизнесті ашасыз, сол туралы ақпарат. Осы жерге өзіңіздің ЖСН-іңізді енгізуіңіз қажет болады, тәжірибесі бар деген сияқты. Одан кейін отбасылық жағдайы, еңбекке жарамсыз балалар саны деген сияқты, тұрмыста болмаса үйленген, қанша бала шағасы бар, жобаның жетекшісі туралы ақпарат осы жерде көрсетуіңіз қажет. Қазіргі таңда 2023 грант көбінесе әлеуметтік осал топтарға көбінесе грант бөлініп жатыр. Оның ішінде АЕС алушылар, бірінші, екінші топ мүгедек азаматтар және көпбалалы отбасылар, асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы алушылар, қоныс аударушылар, қандас мүгедектігі бар бала тәрбиелеушілер осы грантты алуға мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ жобаның бастамашысы, осы жоспар қай жерде ашуға жоспарланып отыр, сол туралы ақпарат көрсетуіңіз керек. Одан кейін бизнес жобаның сомасы қанша теңгеге бағаланып отыр деген сияқты ақпараттарды осы жерде көрсетуіңіз қажет. Мына жерде міне 1.380.000 теңге мөлшерінде қаражат мемлекеттік қайтарымсыз грант есебінде көрсетілген және 0 теңге мөлшерінде меншікті қаражат есебінде көрсетілген. Екінші кестеде сіз өзіңіздің жаңағыдай бизнесіңізді ашуға сатып алатын тауарлардың аттарын көрсетесіз және оның санын көрсетесіз және оның нарықтық бағасын
өзіңіз белгілейсіз, яғни өзіңіз көрсетесіз. Одан кейін қаншадан алған күннің өзінде қанша теңге жұмсалатындығын көрсетесіз. Грант қаражаты есебінен және өз қаражатыңыз кететін болса, өз қаражат есебіңізді көрсетуіңізге болады. Мысалы үшін мынау жерде 13 түрлі зат сатып алуға көрсетілген, яғни бар жиынтығы мемлекет қаражат есебінен 1.380.000-ға арнайы жазылған. Және өзінің жекеменшік қаражаты бойынша 0 теңге қарастырылған. Үшінші кезекте сіздер көрсеткішті қызмет сатылатын өнімнің бағасын көрсетесіздер. Мысалы үшін осы жерде сұлулық салоны, егер сіз жаңағыдай шаштарды жасатын болсаңыз, осы жерде шаштардың қырқу бағаларын көрсетуіңіз қажет болады. Мысалы үшін маникюр жасау үшін 3.000 теңге көлемінде және 4.000 теңге көлемінде, 1.500 теңге көлемінде қаражаттар көрсетілген. Енді төртінші графада жоғарыда көрсетілген бағаларды ескере отырып, айына сізге кіретін кіріс, яғни сіз айына қанша теңге табасыз. Мысалы үшін осы бизнес жобада маникюр жасау үшін міне 3.000 теңге қарастырылған, айына 60 адамға маникюр жасайды және бір айда 180.000 теңге пайда табады. Яғни оның барлық жиынтығы онау соңында көрсетіледі. Келесілерде дәл осылай ретпен көрсетілуі қажет. Кірістер мен шығыстар болжамы бизнес жоспар бойынша 2023, 24, 25 жылдарға 3 жылға арнап көрсетесіз. Бұл жерде сіздің көрсетілуі қажет табысыңыз және шығыныңыз және пайдаңыз. Қараударыңыз, табысты қалай дұрыс есептеу қажет? Осы жерде 2023 жылы сіз егер грантқа өтінішті бірінші кезеңге заявка тастайтын болсаңыз, осы бір айлық кірісті сіз көбейтесіз 8-ге. Өйткені қазір екінші айдан бастап біз есептейміз. Яғни бірінші, екінші ай өтті, үшінші ай марттан бастап беріледі. Сонда сіз осы кірісті 8 айлық есептеуіңіз қажет болады. Егер сіз екінші кезеңде алатын болсаңыз, дәл солай айларды есептеп, осы жерге сомасын шығаруыңыз қажет. Ал 24-25 жылдарда біз сіздермен осы айлық есептік көрсеткішті 3 еселеп көрсететін боламыз. Яғни 3-ке көбейтіп көрсететін боламыз. Мысалы үшін мына жерде қарап тұрсаңыздар, 15.000 теңге болатын болса, мына жерде 3 есе көрсетілген 45.000 теңгеден. Мына жерде 20.000 теңге болатын болса, мына жерде 60.000 теңгеден 3 есеге сәйкес көрсетілген. Және сіздің бір айлық табысыңыз 8 айдың көлемінде егер құрайтын болса, мына жерде 3.760.000 теңге болатын болса, ал айлық шығысыңыз 1.075.200 теңгені құрайды. Егер сіздерде әлеуметтік төлемдер мынау жерде көрсетілген, жеке кәсіпкер ИП ашқаныңыз үшін және жеке табыс салығы және жобаның құрастырушысының қолы көрсетілуі қажет. Сондай-ақ нарық пен бәсекелестерді талдау бойынша осы кестені қалай толтыру қажет? Осы жерде сіздер өзіңіздің өнімнің, қызметінің атауын көрсетесіздер. Бірінші осы жерде. Одан кейін қызметтің нарықтық бағасын көрсетесіз өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша. Өнімнің, қызметтерін жоспарлап отырсыз, қандай жерге ұсынасыз? Мысалы үшін өнімді, қызметтерді кімдерге сатуды жоспарлап отырсыз? Аудан тұрғындары болатын болса, қала тұрғындары болса, осындай қала тұрғындарына жоспарлап отырмын деген сияқты жазуыңыз қажет. Өнімді, қызметті сатуды жоспарлап тұрған байланыс телефон номері, яғни сіз кімдерге сатасыз осы тауарыңызды. Одан кейін қай аймақта, қай қалада орналасқандығын сіз көрсетуіңіз қажет адрес бойынша. Өнімді, қызмет үшін қандай техникалық талаптарға сай өтуі қажет осы жерде. Және өзіңіздің аймағыңызда ұқсас өнімдер, яғни мынау жерде сіздер конкуренттеріңіз туралы жазуларыңыз қажет. Яғни сіз сияқты шаштаразды ауданыңызда қанша адам жүргізеді, немесе қандай ИП жүргізеді деген сияқты сұраққа жауап берулеріңіз қажет. Сіздің өніміңізді, қызметіңізді әлеуметтік тұтынушылар және олардың сату аймағында санын көрсетіңіз. Яғни қанша адам сіздің ауданыңызда тұрады және олардың жас шамалары қандай, тұтынушылардың шамамен жаңағыдай айлық табысы қандай деген сияқты. Сондай-ақ мынау жерде сіздің сатып алынған тұтынушыларыңызға
қалай жарнама жасайсыз, осы жерде көрсетуіңіз қажет. Instagram, TikTok немесе WhatsApp желісі арқылы жаңағыдай өнімді жарнамалау туралы көрсетуіңіз қажет болады. Сондай-ақ мына жерде балл өнімнің өткізу туралы алдын ала уағдаласқандығыңыз бар ма деген сияқты сұрақтарға иә деп жауап бересіз. Әлеуметтік тұтынушыларды талдау, яғни сіздің аймағыңызда бір әлеуметтік тұтынушының орташа айлық табысы қанша теңге, яғни нарықтық бағасы қанша теңгені құрайды. Осы сұрақтың жауабын сіздер нақты өзіңіздің аймағыңыз бойынша, жергілікті әкімдігіңіз бойынша жаңағы сайттардан қарап білсеңіздер болады. Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы бір жыл ішінде сіздің қанша тауарыңызды сатып ала алады деген сұраққа жауап берулеріңіз аса сондай қиын емес, сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Одан кейінгі әлеуметтік тұтынушылар өзара әрекеттесу туралы талдаулар, яғни сіздер тауар қызметтерді сату нүктелерінің орналасқан жері, ауыл аймақтарыңызды бірінші көрсетулеріңіз қажет. Бірнеше себеп айтыңыз дейді. Неліктен сіз бизнесіңіз үшін дәл осы ауданды таңдап отырсыз деген сұраққа мына жерде жауап беруіңіз қажет болады. Клиенттер сіздің өніміңізді немесе қызметіңіз туралы қалай біледі? Яғни сіз қалай өзіңіздің бизнесіңізді жарнамалайсыз деген сұраққа міне осы жерде жауап берулеріңіз қажет болады. Тұтынушылармен қарым-қатынастарды талдау, яғни сіз қалай клиенттердің базасы бар ма сізде, тұтынушылар және оны қалай басқарасыз, кімдер сіздің тауарыңызды жарнамалайды деген сияқты. Сіздің өніміңізді, қызметіңізді сатып алу жиілігі ай сайын, мысалы үшін ассортимент кезеңі, қанша түрлі тауар сіз көрсетесіз немесе қызмет көрсетесіз. Мысалы үшін сіз шаштарыңыз ашатын болсаңыз, тек қана шаш қырқатын болсаңыз, сізге көп адам келмейді. Сіз әрі шаш қырқап, әрі тырнақ жасап, әрі оның беттерін әрлеп, сондай жұмыстар жүргізетін болсаңыз, сіздің тұтынушыларыңыз да соған сай көп болады. Сондықтан да осы жерде ассортимент тауарларды көрсетуіңіз қажет болады. Жылына тұтынушылар қанша рет сізге келеді деген сұраққа жауап бересіз, және сіздің бизнесіңіз жалпы айналымдағы бар тұтынушылардың үлесі қанша, яғни сіздің тауарыңызды қанша адам сатып ала алады, ауданыңыз немесе ауылыңыз. Сіздің шикізат пен материал сатып алатын жеткізушілеріңіз бар ма? Олар қандай уақыттан бастап жұмыс жасап жүр, яғни сіз өзіңіздің шикізаттарыңызды немесе жаңағыдай керек құрылғыларыңызды, материалдарыңызды қай жерден аласыз? Осы туралы мәліметті осы жерде нақты көрсетуіңіз қажет болады. Бәсекелестерден қандай артықшылықтарыңыз бар? Сіздің тұтынушыларыңыз бұл туралы қалай біледі? Яғни осы жерде сіз осы туралы нақты мәлімет көрсетуіңіз қажет. Қаржылық модельді бағалау, көрсеткіш қызметтері бойынша осы жерде барлығы, жобаның пайдалылығы деген сияқтылардың барлығы, салымдардың өтелу мерзімі деген сияқты осы жерде барлығын сіздер көрсетуіңіз қажет болады. Қаржының дұрыстығына арналған ұпай, маркетинг бойынша ұпай, қорытынды ұпай бойынша сіздерге комиссия осындай баллдарды қоятын болады. Яғни бизнес жоспарыңыз бойынша осындай баллдарды қояды. Егер сіздер Іскер Азамат YouTube каналына тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде мынау жерде подписчик деген бөлім шығады. Осы жерде подписаться етіп, менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл қазақ тілінде арналған каналдың дамуына өз септігін тигізеді. Түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша комментарий бөліміне жазсаңыздар, мен жылдам жауап беруге тырысамын. Сондай-ақ мынау жоғары жерде менің әлеуметтік желілерім бар, тіркеліп алсаңыздар болады. Және менің әлеуметтік желілеріме тіркелу арқылы сіздер Іскер Азамат тобының мүшесі болып табыласыз. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар.